Сәлеметсіздер ме менің тыңдармандарым? Менің арнама тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер. Екі еркекке әйел болған бейшара келін. Айбаршының жасы 20-дан енді асқан кез еді, алайда ол өзі жасынан үлкен көрінетін. Тумысынан жоқшылықтан көп көрді. Әкесі мүгедектер арбасына таңылғалы, бұлардың асырап бағу анасының мойнында еді. Соның салдарынан анасы ерте қартайып кеткенде, оған жаны шыған қыздары да еңбекке ерте араласты. Сабақты кейін жалдамалы жұмыстар жасап жүрді. Үлкен қызы 9 сыныпқа келгенде даяшы болып жұмыс жасап жүрді. Ақыры мектепті кетіп тынды. Анасы да оқуын жалғастыруын талап ете қоймады. Кейін Айбарша да әкесінің ізінен еріп, оқуын тастап кетті. Ол да даяшы болып жұмыс жасады. Кейін аспаздық курсын оқып алды. Қыз тамақты жақсы дайындайды, бірақ аспаздардың көбін шетелден алдыратын қымбат мейрамханаларда жұмыс жасауға бұған бұйырмады. Жас болғандықтан да оны аса керек етпеді. Тәжірибесі жоқ екен алға тартады. Осыдан кейін ол амалы жоқ базардағы дәмханада аспаз болып жүрді. Айшара онда тұрақты түрде 5 жыл аспаздықты атқарды. Одан кейін де жасай берер еді. Табан астында түлен түртті. Қыз жұмыс жасайтын дәмханаға Талант есімді азамат жиі келетін. Ол осы азамат базарда жүк тасушы еді. Оны жігіт дегеннен көрі жігіт ағасы де орынды сияқты. Себебі жасы 40-тан асып қалған түрінен көрініп тұратын. Талант әр келген сайын Айбаршаға әдемі сөздер айтып, оның жасаған тамағын майысып, ас дайындаған нәзік саусақтарын, тіпті тал бойында бір міні жоқ қыздың неге әлі күнге дейін жігіті жоқ екенін тілге тиек ететін. Өмірінде ондай керемет сөздер естімеген қыз майда еріді. Жасы өзінен көп үлкен екенін қарамастан оны ұната бастады. Дәмханаға келмей қалса іздейтінді шығарды. Сондай кезде оның ауырып емес, кешке ішімдік көп ұртап қойып, басын көтере алмай жатқанын білсе де жамандыққа қимайтын. Ертеңіне шашы қобырайып келіп тұрған Талантты көргенде бар денені ұмытатын. Кезінде қыздың кетәрі емес екенін байқаған еркек әрекетке көшті. Оны жұмыстан соң үйінен шығарып салып жүрді. Қызы құшақтап, бетінен сүйген болып, бойын үйрете бастады. Кейін арада біраз уақыт өткенде ауырып жатырмын деген желеумен қызы пәтерге шақырды. Пәтер деген аты болмаса, ішіне кірсең темекі мен арақтың иісі қолқаңды қабытатын. Оны көрген қыз шыдай алмай жуып тазалап жинап берді. Ол басын көтере алмай ісіп кеуіп жатқан Талантқа ыстық сорпа әкеліп берді. Бойына әл кірген еркек есірейін деді. Қыздың өзін ессіз жақсы көріп қалғанын біліп, оны да ішімдікке алуға мәжбүрледі. Осынша жасқа келгенше ондайды көрмеген қыз тез масайып қалды. Қасында ес-түссіз жатқан өрімдей қыздың мастығын Талант пайдаланып кетті. Оның әлсіз қарсылығына қарамастан абыройын төкті. Айбарша буындарын алып қалған ішімдіктің кесіріме, көзсіз махаббаттың буыны малшынып не білдіргенін кеш түсінді. Есін жиғанда бәрі кеш болатын. Одан әрі қалай жер басып жүретінін ойлады. Бұдан кейін әрекет қалай боларын түсіне алмай, дал болып отырғанда Талант оған үйленуге ұсыныс жасады. Өзі онсыз да ғашық қыздың көнбеске амалы қалмады. Айбаршының өзінен 20 жаста үлкен азаматқа еріп кеткені жақындарының көңілін алаңдатпады да. Жас жұбайлар Талант тұрған пәтерде өмір сүріп жатты. Айбарша өз жұмысын жалғастыра берді. Бұлайша ол қазіргі өміріне риза болатын. Күйеуі асты үстіне түсіп, сыйлап отыратын. Әйел адамға одан артық не керек? Бәрі бір күн жұмыстан келгенде күйеуі ауылға анасының қолына көшіп баратындарын айтты. Айбарша қарсы болмады. Әлі де заңды некеде тұрмаған олар бірінші балаларын өмірге келетінін білді. Талант көп ұзамай келіншегін ауылға алып келді. Бірақ таң қаларлығы күйеуі
осы уақытқа дейін келіншекті туған шешесімен таныстырмаған болатын. Бұл Айбаршаның өмірі бойы өкініші боларын терең ойламаған екен. Енесі жас келінді салқын қарсы алды. Оның аяқ ауыр екенін естігенде тіпті кірпідей жерілді. Оған ауыр көтеруге болмайтын біле тұра жер аудартып картоп ектіртті. Ауылға келген соң Талант қатты өзгерді. Бұрынғы жылы әсем сөздердің орны «Ей қатын» деген анайы сөз алмастырды. Артқа шегінер жолы жоғын білетін келін үнсіз шыдап жүре берді. Жоғары оқу орнына түсіп диплом алмағандықтан Айбарша күйеуі мен енесінің қолына қарауға мәжбүр болды. Ауылда ешқандай мекемеде аспаз керек емес, сондықтан оның асты дәмді әзірлей алатынын ешкімге де қызық емес еді. Енесі келгенде Айбаршын кемістіп отыратын, алғашында сыртынан күңкілдеп жүрсе, кейін бетіне айтатын болды. Үзде сұрауы жоқ қаңғыған неме. Өбілкен еркекке тиетін нең бар, арың таза болғанда терімедің. Бір бәлең барда, болмаса менің балам басын айналдырып алғасын. Балаңды да кімнен көтерген белгісіз деп ар намысына тиетін. Енесінің оның үй жинағаны да, ақтағаны да, кір жуғаны да ұнамайтын. Шешесі ызыңдап миын жей берген соң, Талант ішімдікке сылқа тойып келген күні Айбаршаға болмашыны сылтау етіп қол көтерді. Еңгезерде еркектің соққысын көтере алмаған нәп-нәзік келіншек ішін қолмен ұста басқан күйі ес-түссіз талып қалды. Енесі жедел жәрдем шақырып, олар аудан орталығына алып кетті. Ауыр соққыдан қан кете бастаған Айбаршының дәрігерлерге мерзімінен бұрын босандырып алды. Өмірге Таланттан аумай қалған ұл келді. Мұны көрген күйеуі өз қатесін түсініп оңаша кешірім сұраған болды. Тек енесін ғана көңілі кішкентай нәрестеге жібімеді. Мезгілінен ерте туған бала кішкентай ғана болады. Мынауың балпанақтай, айттым ғой, сен о баста баламды алдап тигенсің деп миын жей бастады. Оның абыройын төккен мен едім, апа деп айтуға баласының да батылы бармады. Бешара Айбарша нақақтан нақақ күйіп жатты. Ұлы 3 жасқа келгенде келінше қыз баланы өмірге алып келді. Бұл уақытта енесі көндікпесе де ерлі зайыптылардың бір-біріне үйреніп қалған еді. Тек Талант ащы судан ұрттағанын қояр емес. Оның кесірінен қолынан іс келетін 5 аспап болса да тұрақты жұмыс жасамады. Біреудің тірлігін бітіріп беремін деп ақшасын алып, кейін ол ақшаға арақ алып, ішіп, соңында бармай, жұмысын аяқсыз қалып жататын. Сондықтан оған ешкім сенбейтін болған. Айбарша келін болып босағаға аттағалы енесінен көрген қорлығы аз емес еді. Одан бөлек Таланттың да қол көтеруі жиілеп кетті. Келіннің 4 баланы өмірге алып келгені де бұлардың жүрегіне де аяушылық, не сыйластық тудыра алмады. Осының бәрін келін үнсіз шыдады. Өмірге келгендегі мақсаты да осы үйдің адамдарының қорлығына шыдау секілді жүре берді. Айбарша ауылдың келіндерінен Таланттың осыған дейін 3 әйел жібергенін, олардың енесі мен күйеуінің иттігіне төзе алмай кеткенін айтты. Олардан екеуінде бір баладан кеткен екен. Бишара келіншек өкініштен бармағын шайнады. Өзінің мұншалықты соқыр болғанына налыды. Бұл көргені аз еді ме, тағдыр оған тағы да қатты сынақ алды. Онсыз да итшілеп өмір сүріп жатқан ауылға қайнысы келді. Бұл Таланттың жол апатынан қайтыс болған әпкесінің ұлы еді. Қызының көзі деп енесі оны әбден еркелетіп жіберген екен. Ол да ішімдікке үйір, ең сорақысы есірткіге әуестігі бар екен. Өзімен өзі ішіп жатса да мақұл еді ау. Ол келгелі Айбаршының соры болды. Бала шағасына да қырғидай тиіп мазаларын алатын, күн ұзаққа ұйықтап түнде құтыратын. Жаз мезгілі болатын. Талант шөп ору мауқанына басталып сонда кеткен. Балалар каникул болған соң қыдырып кеткен.
Айбарша үйді жинап енді болған. Енесі көрші үйдің біріне кеткен. Олар жоқта бел жазып алайын деп бөлмесіне кіріп жатқан сол еді, артынан екі аяғынан әрең тұрған қайнысы кіріп келді. Екі көзі құтырған иттен әрі болып кеткен, қан талап тұр. Айбаршын зәре құты қалмады. Қорққаннан орнынан тұра алмай қалды. Қайнысы бас салып, құшақтап, киімдерін тартқылай бастады. Келіншек енесін дауыстап шақырып, шырылдап жатыр. Бірақ оған көмектесетін ешкім де келген жоқ. Есірткіге бөгіп алған қайнысы не істеп жатқанын өзі де ұқпайтын тәрізді. Еркек адамға әлі келмеген бейшара Айбарша ештеңе де жасай алмады. Өмірінде мұндай қорланбаған шығар. Ана оңбаған ісін тындырған сәтте ғана енесі келді. Айбарша жылап, әрең сөйлеп тұрып, қайнысының не істеген енесіне жеткізді. Өкінішке қарай, ол ешқандай да таңғалған жоқ. Оған жекіп, ұрысқан да жоқ. Апау, мынау не сұмдық? Күйеуіме не айтамын? Балаларым көрсе не болар еді? Неге қой демейсіз деп шырылдады бейбақ. Несі бар? Жеңгенің бір саны қайындікі дегені бар. Ертең өлсең бекер ит құсқа жем болады. Қайта, бойдақтың сауабын алыпсың деп арсыз күлкіге ерік берді де дап-дардай әйел. Бұл жағдай осыдан кейін де бірнеше рет қайталанды. Не болып жатқанын күйеуі де сезеді, алайда ақымақ шешесі мен арсыз інісін ештеңе демеді. Бар білетіні сылқылдатып Айбарша байғұсты ұрай беру. Соңғы соққысы қатты болғаны соншалық келіншек орнынан тұра алмай қалды. Мама, мына үйден қашып кетейікші деп жылады балалары. Расында, сонша қорлықты өлікке де жан біткетін уақыт болды. Бір күні түнде Айбарша балаларын алып қалаға қашып кетті. Бұл кезде әкесі өмірден өтіп кеткен екен. Анасы қартайыпты. Қызының мына халін көрген ол жылап жіберді. Осыдан кейін талант арада 6 ай өткенде іздеп келді. Кешірім сұрады. Айбаршын тек қалада тұрса ғана қосылатынын айтты. Күйеуі келіп, бұрынғыдай тыныш өмір сүре бастады. Бірақ олардың отбасы ретінде болашағы әлі де бұлыңғыр. Айбарша әбден шаршаған, жүйкесі тозған. Оның қалыпқа келуі үшін көп уақыт керек. Бар сенері балалары, солардың болашағынан үміт күтеді. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет.